Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бізде 3-ші сыныптың 86-шы сабағы. Үй жұмысын 1-ші тапсырмадан 10-ші тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Сен 96 мен 6-ның бөліндісі түріндегі кестеден тыс ауызша бөлуді орындап үйренетін боласың. 1-ші тапсырмада натюрморт, пейзаж, портрет берілген. Осы қай сурет қайсына сәйкес келетіндігін білу үшін бірінші амалдарының орындалуын, амалдарының өрнектерін табамыз. Амалдардың өрнектерінің мәні қаншаға тең болса, жаңағы қай суреттің жанрын біздер білетін боламыз. Бірінші тұрған сурет портрет, екінші сурет бізде портрет болып есептеледі, ал үшінші пейзаж, төртінші натюрморт, бесінші натюрморт, алтыншы пейзажға жатады екен. Міне осылай картиналардың қандай жанрда салынғандығын анықтап біле аласыңдар. Ал екінші тапсырмада бірінші бағаның есептеу тәсілін түсіндір. Осы білімді пайдаланып, екінші бағандағы мысалдарды қалай есептеуге болады дейді. Бұл жерде біздер екіге бөлінетін сандарға жіктеп тұрмыз. 40 пен 18-ге жіктедік. Яғни екі цифры 40-қа да бөлінеді және 18-ге де бөлінеді. 40 пен 2-нің бөліндісі бізде 20-ға тең, 18 мен 2-нің бөліндісі 9-ға тең. Сонда 20 мен 9-ның қосындысы 29-ға тең болып шықты. Міне осылай қалған сандарды осылай сыртындағы санға бөлінетін санға жіктейміз. Сол кезде бізде есебіміз дұрыс шығатын болады. Міне осы шығару үлгісіне мұқият қарай отырып, келесі тапсырмаларды орындаймыз. 2 таңбалы немесе 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға бөлу үшін оны әрқайсысы осы санға бөлінетін ыңғайлы қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуға болады. Содан кейін барып қосындыны санға бөлу ережесін қолданатын боламыз. Мынау бізде екінші тапсырманың жалғасы. Қалай жіктегеніміз, мысалы 58 мен 2-нің бөліндісін 40 пен 18-ге жіктедік. 96 мен 4-дің бөліндісін табу үшін 80 мен 16-ға жіктедік және оны жеке-жеке төртке бөлдік. Ал үшінші тапсырма ауызша түсіндіре отырып есепте дейді. Жаңағы алдыңғы тапсырмаларда орындағандай 56-ны біздер 40 пен 16-ға жіктедік. Ол 40 пен 16 цифры 2-ге бөлінеді екеуі де. 40-ты 2-ге бөлдік, бізде 20 шықты, 16 мен 2-нің бөліндісі 8 шықты. Сонда 20 мен 8-дің қосындысы 28-ге тең болды. Міне осылай қалған тапсырмаларды жіктеп шығатын боламыз. 4-ші тапсырмада салыстыр дейді. Мына жерде тұрған амалды орындауларды бір-біріне орындай отырып, екі жағын мәндерін бір-бірімен салыстырамыз. Мысалы, бірінші артық болып шықты, екіншісі де артық, үшіншісі кем болып шығады екен. Келесі 5-ші тапсырмада қалдықпен бөлуді орында және тексер. 7 мен 2-нің бөліндісі бізде 3-ге тең 1 қалдық қалады. Оны тексереміз. 3 пен 2-нің көбейтіндісі не 1-ді қосамыз. Сонда барлығы 7 болды. 7 деген цифрымыз шыға келді. Келесі мынау сол 5-ші тапсырманың жалғасы. Бізде қалған бағандары. Бізде мына жерде де сол 5-ші тапсырманың 3-ші, 4-ші бағандары беріліп тұр сіздерге. Міне осылардан қарап өздеріңізге қателеріңіз болса дұрыстап алуларға болады. Келесі 6-шы тапсырма. Қарындаштарды қораптарға бөліп салуға көмектеседі. Қарындаштардың саны 23, қораптың сыйымдылығы 5, қораптың саны мен қалдықты табу керекпіз. Ол үшін 23-ті 5-ге бөлеміз. 23-ті 5-ге бөлгенде мәні 4-ге тең, қалдық 3 шығады. Міне астында қалай есептелгендігі үстінде кестеге сандарды орналастырдық. Бөлігінде де бұнда керісінше сыйымдылығы белгілі, саны белгілі, қалдық белгілі, қарындаштардың санын табу керекпіз. Ол үшін біздер 5 пен 8-дің көбейтіндісіне 3-ті қосамыз. Сол кезде қарындаштардың саны шыға келеді. 43 екен. Одан кейінгіні табу үшін 9 мен 10-ды көбейтіп, бұған 8 қалдықты қосып аламыз. Сол кезде бастапқыда тұрған саны шыға келеді. 98-ге тең болады. Келесі 7-ші тапсырмада да қалдықпен бөлуді орындап оны тексер дейді. Бұл жерде де 58-ді 5-ге бөлеміз. 58 пен 5-тің бөлінісі 1-ге тең, қалдық 3 болады. 29 мен 3-тің бөлінісі 9-ға тең, қалдық 2 болады.
8-ші тапсырмада бізде есеп берілген, есептерді әртүрлі тәсілмен шығар дейді. Сурет үйірмесіне 3-ші сыныптан 8 оқушы және 4-ші сыныптан 12 оқушы келді. Олардың әрқайсында 6 құтыдан гуаш болды. Оқушыларға барлық қанша құты гуаш бар деп сұрайды. Ол үшін біздер есепті талдап болғаннан кейін қысқаша белгілену жазамыз. Қысқаша белгілену жазып, 3-ші сыныптан 8 оқушы, 4-ші сыныптан 12 оқушы, әрқайсында 6 гуаш, барлығы белгісіз гуаш дейміз. Есепті шығару кезінде екі тәсіл қолдана болады. 8-ге 12-ні қосып 6-ға көбейтуімізге болады, немесе 8-ді жеке-жеке көбейтуімізге де болады. Яғни барлығы 120 құты. Оқушыларда барлығы 120 құты болған екен. Келесі ә бөлігінде музейдің бір көрме залына 25 картина және 12 мүсін орналастыруға болады. Осындай 9 залға қанша картина мен мүсін орналастыруға болады деп сұрайды. Картина бізде 25 дана, мүсін бізде 12, 5 залға белгісіз. Ол үшін біздер екі тәсілін қолданамыз. 25 пен 12-ның қосындысына 5-ті көбейтеміз, немесе 25-ті жеке-жеке 5-ке көбейтіп, 12-ні 5-ке көбейтіп, мәндерін бір-біріне қосуға болады. Барлығы 185 картина мен мүсін орналастыруға болады деп жауабын жазамыз. Бізде Б бөлігінде есептердің біріне санды деректерді алмастырып, оны қайтадан есептедік. Біздер бірінші есептің деректерін алмастырдық. 3-ші сыныптан 5 оқушы деп алдық, 4-ші сыныптан 10 оқушы деп алып, әрқайсында 5 гуаш деп өзгерттік. Сонда барлығы қанша гуаш? Сол кезде 5 пен 10-ның қосындысына 5-ті көбейттік. 15, 15 пен 5-тің көбейтіндісі 75-ке тең. 5 пен 10-ның қосындысына 5-ті көбейттік, жеке-жеке көбейтеміз. 5 пен 5, 10 мен 5-тің көбейтінділерін. Сол кезде 75 шықты. Оқушыларда барлығы 75 құты гуаш бар екен. Міне осылай есепті өзгертіп, мұны біздер бірінші А бөлігіне құрастырдық. Осылай Ә бөлігіне де сандық деректерді өзгертіп шығаруымызға болады. Келесі бізде 9-ші тапсырма. 9-ші тапсырмада бөлінгіштердің тиімді қосылыштарға жүктеу үшін әр бояудың ыдысына тиісті қылқаламды таңда дейді. 84 пен 7-нің бөлінгісі бізде оны 70 пен 14-ке жүктедік, мәні 12-ге тең болып шықты. 84 пен 6-ның бөлінгісін бұл жерде 60 пен 24-ке жүктедік. Сол кезде мәні 14-ге тең болды. Міне осылай мәндерін шығаратын боламыз. Қылқаламдармен сәйкестендіреміз. Келесі 10-ші тапсырмаға келдік. 10-ші тапсырмада бізде сандардың арасына жақша мен амалдар таңбасын қой дейді. Бұл жерде жақша қойып, қосу, көбейту, азайту амалдарын қойып, теңдік тура болатындай қылып көрсететін боламыз. Міне осы үлгіден қарап алсаңыздар болады. Құрметті оқырмандар, біздің каналда сіздерге тапсырмаларды бірге орындау тиімді болған болса, каналға жазылыңыздар, подписаться батырмасын басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.